Әдемі келіншектің сыры белгілі болды. Мына бір оқиғадан кейін өзге қыз келіншек тұрмақ өз әйеліме де күдікпен қарайтын болдым. Неге дейсіз ғой? Жағдай бұлай. Жақында жаздың шіліңгірінде Алматыда сасып жата бермейік деп отбасымды алып Алакөлге тартып кеттім. Онда да көлдің Үшарал жағы емес, емдік қасиеті мол ар жағы, яғни Үржар, Мақаншы, Қабанбай жағы. Сайран автобекетінде ол жаққа жүретін автобустарда орын болмаған соң, Барахолкадағы Арлан деген базардан Алакөлге автобус жүреді дегенді естіп, сол жерден отырдық. Сонымен қайшы, қатыным, 3 балам улап-шулап арт жақтан тиген орынға отырып ұйықтестік. Мұны қойшы, біздің көлге баруымыз басқа әңгіме. Автобуста болған мына бір жағдай көңіліме жақпай қалды. Автобус бірден жүріп кетпеді. Жолаушылар жинап біраз тұрып қалды. Жүргенше далаға шығып ауа жұта тұрайын деп автобустың көлеңкесінде тұрғанмын. Айнала қаптаған жұрт бір уақытта үріп ауызға салғандай бір сұлу келіншек, бір жігіт автобустың жүргізушісімен келіп сөйлесті. Байқап тұрмын, орын сұрап жатқан сияқты. Жүргізуші бар деді. Жігіт жүк салынған сөмкені багажға салды. Келіншек ішке кіріп, орнын көріп шықты. Шамасы келіншек жол жүріп бара жатыр. Ал жанындағы жігіт шығарып салушы секілді. Бір уақытта жүргізуші сыртта тұрғандарды ішке кіруге шақырып, жүреміз деді. Сол-ақ екен, жаңа ғана сөйлесіп тұрған әлгі келіншек пен жігіт құшақтасып сүйісе кетсін. Айналада тұрғандарды елеп жатқан жоқ. Дәл қасында тұрғандықтан ба, сөйлеген сөздері естіліп тұр. Тезірек кел, сағынам деп қояды жігіт. Ары кетсе бір апта ауылда боламын. Сен звондап масқарамды шығарып жүрме. Өзім реті келген уақытта хабарласып тұрам, деді келіншек. Күйеуі мен келіншегі болды ғой, деп ойладым да қойдым. Содан не керек, жүріп кеттік. Әлгі келіншекке дәл алдымдағы орындықтан орын тиіпті. Орындық 2 адамдық болғандықтан жанындағы орынға жасы біразға келіп қалған ұзын бойлы бір ер адам жайғасыпты. Артында мен және әйелім, одан кейін балаларымыз. Сонымен жүріп келеміз. Жол ұзақ. Алматы мен Алакөлдің арасы кем дегенде 1000 шақырым. Талай елді мекен артта қалды. Автобустағы жағдай белгілі ғой. Дәм бұйырып, бір орынге отырмаған соң, амалсыз жаныңда отырған жолаушымен тіл қатысып сөйлесесің, танысасың дегендей. Әйелім жол соқты болып, шаршады ма ұйықтап кетті. Менің көзім алдымда отырған әлгі әдемі келіншекте. Ол болса жанындағы ер адаммен әп-сәтте тіл табысып, танысып, сөйлесіп кеткен секілді. Екеуі әлденені айтып күлісіп қояды. Мына еркектің аузының салымы бар екен, деп ішімнен қызғанып қойып отырмын. Дәл алдымда отырған соң, екеуі ара әңгіменің кейбір сөздері естіліп қалады. Ұққаным, келіншек Алматыдағы бір шағын кәсіпорында бухгалтер екен. Отбасы ауылда көрінеді. Шамасы олар бұдан біраз уақыт бұрын кетіп қалған секілді. Ал келіншек бітпей жатқан жұмыстарын бітіріп енді шыққан. Әрине, біреудің сөзін аңдып, тыңдап отырған ыңғайсыз, бірақ бәрі көз алдымда болып жатқан соң, құлағымды қалай бітейін, көзімді қалай жұмайын. Ойпырмай, әлгінде шығарып салған жігіт кім болды екен? Сағынамын, тез кел, деді. Әй, мына келіншек сау сиырдың боғы емес-ау. Анау көңілдесі болды ғой онда. Өйткені күйеуім мен қызым ауылға ерте кетіп қалған деп отыр ғой. Апырай, деп біртүрлі болып қалдым. Жолда автобус бір елді мекенге тоқтап, жолаушылар тамақтанып алды. Ары жүріп кеттік. Кеш батып, автобус іші қараңғы тартты. Жұрттың көбі ұйықтап кеткен. Менің де көзім ілініп кетіпті. Автобус бір шалқалғанда оянып кеттім. Бірден алдымда отырғандарға қарағанмын. Не көрді дейсіздер ғой? Әлгі әдемі келіншек пен жанындағы бөтен еркек жабысып сүйісіп отыр.
Өз көзіме өзім сенбедім. Әлгінде ғана жанындағы еркекке күйеуім мен қызым күтіп алады деп отырған сияқты еді ғой. Енді мұнысы несі? Алдымдағы екеу еш қымсынбай ыстық сүйіске батып отыр. Ана еркектің де жасы біразға келген. Отбасы бары белгілі. Өйткені әлгінде әйеліне ме, әлде баласына ма, жақсы, келе жатырмын, алаңдамаңдар, деп есеп беріп жатқан. Жақсы келе жатқаны белгілі. Бөтен біреудің әйелін құшақтап өліп-өшіп отыр. Ал мына келіншек автобусқа мінерде өзгемен өліп-өшіп еді, енді міне, тағы біреуді тауып алып құшағында отыр. Бұл не қылған әйел? Күйеу бола тұра еркектерге тоймайтын мына еркекке жол болсын. Қазір барып қатын құшақтап, сені сағындым дейді-ау, үстін ақ судан таза болып. Неткен жиіркенішті. Шыдай алмай жөткірінеп болдым. Бірақ құшақтасқан екеуі оны пысқырмады да. Содан түн ортасында автобус Үржар деген елді мекенге тоқтады. Біраз жұрт сол жерде түсіп қалды. Әлгі келіншек те сол жерден түсті. Бізге әлі біраз жүру керек екен. Темекі тартып, құрысқан денемді жазайын деп сыртқа шықтым. Әлгі келіншекті күйеуі мен қызы тағы біреулер көлікпен күтіп алып, жүгін салып жатыр. Мама, мен сені қатты сағындым, деп томпаңдап келіп мойнына асылған 5-6 жастағы кішкентай қызды көтеріп алған келіншек, мен де сендерді қатты сағындым, жой-болжой ұйықтамай сендерді ойлап отырдым, деп қояды. Әй сайқал, неге өтірік айтасың? Балаң мен күйеуіңді сағынған жоқсың, өзге еркекпен отырдың емес пе? Деп айқай салып, аузымнан бір ұрғым келді. Байқатпай видеоға тартып алсамшы деп өкініп қалдым. Міне, сені мамаң осылай сағынды, деп көрсетіп еді, бір ойладым. Автобус Алакөлге қарай жүріп кетті. Бірақ ойымнан әлгі келіншек кетпеді. Неткен опасыз жүргіш қатын еді. Шындығында қазір осындай тауық махаббат құратын қыздар да, келіншектер де тым көбейіп барады. Бұл үлкен дертке айналғаны. Осы оқиғадан кейін қойнымдағы қатыныма да күдікпен қарайтын болдым. Алыс жолға жалғыз жібере қоймаспын. Ал сіз ше, әйеліңізге сенесіз бе?